Сәлем құрбым, менің каналыма қош келдің. Өміріңді жылдам өзгертетін, сені дамытатын медитациялар жиынтығы бар каналды жоғалтып алмау үшін каналыма тіркелуді ұмытпа. Ал бүгін мен сенімен бірге ақша ағымын жеңіл әрі тез ашатын медитация жасайтын боламын. Ал енді тыныш жерде отырып, немесе жатып тыңдауға кеңес беремін. Мүмкіндігінше құлаққа пайдалануды кеңес беремін. Ең алдымен 3 рет терең тыныс алып, оны шығарайық. Әр дем алып, оны шығарған сайын сенің денең босаңсып, ыстық жарыққа еніп бара жатқандай. Әр деміңмен ойлар жайлы, тыныш, баяу ағып барады. Сен тек осы сәттесің. Дәл осы жерде сен қауіпсізсің. Тыныштасың және қабылдауға ашықсың. Ал енді денең мен энергияны тазартамыз. Көзіңді жұмып, басыңның үстінен алтын түсті жарық ағынын елестет. Ол сенің санаңды тазалап, қорқыныш пен кедергілерді жібітеді. Әр демалған сайын сол жарық сенің денеңе тарауда. Бұл жарық алдымен мойныңнан өтеді, жүрегіңе беріледі. Ішкі қысым тұрған сезімдер еріп, жылы ағынға айналады. Сен еркінсің. Сен қабылдауға дайынсың. Терең тыныс алып, әр демалған сайын өміріңе жаңа энергиялар кіріп жатқанын, ескі негатив энергиялар шығып жатқанын сезінудесің. Басыңның жоғары жағынан кіріп жатқан жарық сәуле сенің бүкіл денеңе тарады. Енді ақша энергиясымен байланысты орнатамыз. Алдыңнан жасыл алтын ағынды елестет. Бұл молшылық энергиясы. Ақшаның еркін қозғалысы. Қабылдауға сен дайынсың. Сен қабылдау мен беру ағынына ендің. Енді ақырын ішіңнен немесе дауыс шығарып айт. Мен ақша энергиясына ашықпын. Маған келетін ағын өте жеңіл. Мен молшылықты сезінемін. Алла мен үшін барлық жеңіл жағдайды жасап қойды. Мен Алланың берген ризық несібесін толығымен қабылдауға дайынмын. Ақша маған қажет кезде оңай, жеңіл келуде. Бұл сөздер энергияны нақтылап, нығайтады. Жүрегің кеңейіп, кеудең жылығанын байқа. Ақша сенен қашпайды. Сен оны тартасың. Барлық есіктер сен үшін ашық.
Ал енді ақша ағынын белсендіру үшін барынша әрекет жасаймыз. Өзіңді алтын жасыл жарықтың ортасында отырғандай сезін. Ағын сенің қолыңа, жүрегіңе, ойыңа құйылып жатыр. Ақырын менің артымнан қайтала. Мен ақша ағымымен үйлесудемін. Мен қабылдаймын. Мен жіберемін. Ақша маған жеңіл келеді. Енді елестет. Ақша саған әртүрлі жолдармен келіп жатыр. Жаңа мүмкіндіктер, идеялар, клиенттер, табыс, ұсыныстар. Сен тек қабылдайсың. Қиындықсыз, кедергісіз, жеңіл. Қазір денеңді сезіне баста. Барлық денең молшылықта сезінуде. Барлық денең сен қалағандай молшылық пен сен қалағандай қуаныш сезімін сезінуде. Артымнан қайтала. Ақша маған сенімді әрі тұрақты келеді. Мен молшылыққа лайықпын. Мен ақша энергиясын еркін қабылдаймын. Менің табысым күннен күнге артып жатыр. Мен энергияны өзгертем, өмірім өзгереді. Мен өзіме келіп жатқан барлық ризық несібені барынша қабылдауға дайынмын. Мен өміріме молшылық келуіне ашықпын және қабылдаймын. Мен үлкен мақсаттар қойып, үлкен мақсатқа қажетті сумманы қабылдауға ашықпын және дайынмын. Менің өмірім сәттілікке, молшылыққа, қуанышқа толы. Әр күнім мен үшін жаңа мүмкіндік беруде. Әр сәт, әр идея мен үшін мол табыс әкелуде. Менің әр бастамам маған молшылық пен табыс және береке әкелуде. Менің өмірім сәттілікке, қуанышқа, молшылыққа толы. Алла мен үшін барлық жағдайды жасап қойған. Алла мен үшін барлық мүмкіндікті беруде. Алла маған жаңа идеялар, жаңа табыс көздерін беруде. Мен ол барлық идеяларды қолдануға, мүмкіндіктерді пайдалануға дайынмын. Ақша маған оңай, жеңіл және берекелі келуде. Менің өмірім сәттілікке толы. Ал енді денеңізді толықтай сезініп, қолдарыңызды шұбырлатып, қимылдатып көріңіз. Көзіңізді жаймен ашыңыз. Сен жаңа энергиядасың. Ақша ағыны ашық. Енді ол саған ағылады. Табиғи және жеңіл, шынайы түрде. Сен дайынсың. 3 рет терең тыныс ал. Өміріңе жаңа энергия келгенін сезін. Және де осы энергияны күніне кем дегенде 3 рет сезінуге кеңес беремін. Сен өзің қалаған нәтижеге тез қол жеткізгің келсе, кем дегенде 21 күн қайталауға кеңес беремін.
сенің қолыңнан келеді. Сен мықтысың. Сен ең кереметіне лайық жансың.